Депутат Мусабаев Самат Базарбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым экология және табиғи ресурстар министрлігіне. Ерлан Нұрәліұлы, өзіңіз білесіз, Маңғыстау облысында орналасқан Қошқарата көлінің қалдықтар сақтау, улы қалдықтар сақтау, рекультивация жасау жұмыстарының 8,3 миллиард қаражат игерілмей қалды. Президент бір емес 3 рет тапсырма берді. Протоколмен тапсырма берілді. Жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Экспертизадан 10 қорытынды алынды. Жұмыс бастауға рұқсат берілді. 3 жылдық бюджет бекітілді. 24 жылға 8,3 миллиард қаражат бөлінді. Осы қаражат жұмыс жасалып басталып кетті. Мердігер мекеме анықталды. 5-6 ай жұмыс жасалды. Жұмысты тоқтатып 8,3 миллиардты кейін қарай қайтарып алдыңыздар. Осы кімнің пәрменімен, кім бұған бұйрық берді? Осыны айтсаңыз. Экология министрі. Сұрағыңызға рахмет. 24-ші жылғы қарастырылған қаражатты қайта бюджетке қайтарудың бірден бір себебі, ол 24-ші жылы мамыр айында Маңғыстау облыстық әкімдігінің қосымша зерттеу жұмыстарын жүргізуге байланысты. Сол себептен мынау қалдық қоймасын қалпына келтіру жұмыстары тоқтатылған соң біз қаражатты кері бюджетке қайтардық. Бүгінгі күні сол зерттеу жұмыстары аяқталып, қазір жобалау сметалық құжаттарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Осы жылдың аяғына дейін оң мемлекеттік сараптама алады деп күтудеміз. Бюджет белгіленгесін, соңғы осы мынау зерттеулердің нәтижесін ескере отырып, біз қайтадан осы объектіге қаражат бөлу мәселесін қарастырамыз.